И идею подал акимат. Жеке кәсібі бар жігіттер ғой. Соған малдарымызда келіп ары қарай бордақымен айналысуға дайын тұр. Около 100 тысяч. Әрбір базда су, әрбір малдың еркін су ішуіне. Биыл Ақтөбе облысында жүзеге асырылып жатқан ауыл аманаты жобасына Алға ауданына қарасты Үшқұдық ауылдық округінің тұрғындары ерекше екпінмен кіріскен. Жергілікті әкімдіктің айтуынша, өз ауласынан қосалқы шаруашылық ұйымдастыру арқылы табыс табуға ниет білдірушілер саны күн санап артып келеді. Осы мақсатта округтегі жұмыссыз және табысы төмен отбасылардың кірісін арттыру үшін бірнеше жеке шаруашылық ауыл шаруашылығы кооперативтеріне біріккен. Үшқұдық ауылдық округі бойынша жалпы осындай мемлекеттің ауыл аманаты бағдарламасы аясында көптеген кәсіпкерлер өздерінің істерін бастап жатыр. Соның ішінде осы СПК құрамына кіргізу, СПК-ны ашу мәселесінде бізде әзірге осы 3 СПК жұмыс жасап жатыр. Оның бірі эко ферма Жерұйық СПК және Нұрсая Агро СПК-сы және соңғы осы Үшқұдық ауылында орналасқан Ерен Еңбек СПК. Олардың барлығы да өздері саналы түрде біздің ұсынысымызды қабылдап, осындай кооператив ашуға белсенді түрде өздері осыны түсініп, осындай қадамға барып атқан шаруа қожалық басшылары. Әкім атап өткен ұжымдық шаруашылықтың бірі экоферма Жерұйық кооперативі. Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көл көсір қағидатына бекіген жас кәсіпкерлер ұсақ мал бордақылау алаңын Шопан атаның түлігіне толтыру үшін мемлекеттік бағдарламаға өтінім жіберген. Алдын ала қамданып, мал ұстайтын базада салған. Шаруашылыққа икемделген бұл кешеннің жалпы сыйымдылығы 1000 басқа дейін жетеді. Кооператив құру идеясын ұсынғанда әкімдік екен. И идею подал акимат, конечно, тоже помог. Там сказали, можно СПК открыть. Программы мы в соцсетях видели не раз. СПК можно открыть. И отсюда инициатива прошла. Кооператив құрылтайшысының айтуынша, ауыл аманаты жобасы ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуға және нарықты сапалы, жергілікті өніммен қамтамасыз етуге айтарлықтай серпін беретін маңызды бастама. Егер мұндай мемлекеттік қолдау болмаса, кәсібін енді бастаған ауылдағы ағайынның тұрмысы жадағай күйде қалар еді. Если начинающий, очень трудно было бы. Я сразу говорю, потому что заработная плата в Казахстане не позволяет такие хозяйства разводить нам, покупать столько, сколько мы хотим. Но аул аманаты, то, что она легко дается, то, что процент низкий. Поэтому это, как говорится, даром вешают такой данные деньги. Поэтому мы решили его взять. И попробовать, как пойдет. Бұдан бөлек жасампаз ұжым балық пен құс шаруашылығын қатар игеріп, ірі қара малды бордақылайтын алаң мен сауын кешенін де салуға әрекеттеніп жатыр. Төрт түліктің бабын тапқан шаруалардың тынымсыз еңбегі өңірдегі оң өзгерістердің нақты көрінісіне айналғандай. Мәселен, кооператив мүшелері өз қаражаттарына көпір салған. Оның игілігін қазір ауыл тұрғындары көріп жүр. Почистили водоем, рабочие были, вот видите сами. Никаких сорняков, ничего нету. То, что рыба здесь около 100 тысяч. Ну, не около, а 100 тысяч есть, потому что здесь 5 видов рыб. 80 тысяч где-то сазан, карп, карповые, амур и толстолоб. А есть беляшка и щуки. Ну, щуки мы не считаем за рыбу, конечно, они хищные, а остальные рыбы не есть. Вот. Это будет платная рыбалка, это будет для личного пользования, то, что откормочная рыба, которую мы будем последнюю партию запускать. Она приедет через 2-3 дня, конечно, а это уже для народа. Приходить, отдыхать. В дальнейшем планируется зона отдыха. Үшқұдық ауылдық округінің әкімі ауыл аманаты бағдарламасының бастапқы кезеңінде тұрғындардың белгілі бір деңгейде сақтық танытқанын жасырмады. Олар әуелі күмәнданды. Бергаға қалай болады? Ертең күнде ол біз соны арай алып кете аламыз ба? Қандай қолдау болады қосымша? Сондықтан бұл азаматтарға мен үлкен рахметімді айтамын, себебі біздің сол кішкентайда болса әкімшілік тарапынан айтқан ойымызды оларға берген бір кішкентайда болса
экономикалық консультациямыз әйтеу соны қабыл алып өздерінің шаруа қожалықтарын сол СПК бағытында ашуға, әйтпесе қай-қайсысы да жерде қарап отқан жігіттер емес, өздерінің шаруасы бар, жеке кәсібі бар жігіттер ғой. Шаруашылық ашып кәсібін бастағандардың қатарында Нұрсая Агро ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі де бар. Былтыр ауыл аманаты бағдарламасы аясында 24 миллион теңгеге дейін қаржы алып, 60 бас ангус тұқымды ірі қара малын сатып алған. Қызметтік іс-сапарда жүрген кооператив төрағасы ет өңдейтін комбинат салу ісін де қолға алмақшы. Қазір малдың негізгі бөлігі экспортқа бағытталып отыр. Алға ауданы бойынша ең қазіргі тәжірибені барлық соңғы үлгідегі техникаларды пайдаланып отқан шаруа қожалық деп айтуға болады. Себебі пайдаланып отқан техникалық тракторлерінің өзінің барлығы шетелдік тракторлер. Сосын видеокамера, әрбір базда су, әрбір малдың еркін су ішуіне барлығына электронды кәдімгі жүргізіп тастаған жүйелер, су жүйесі. Ешқандай қиындық жоқ. Әзірге кооператив құрамында 3 құрылтайшы ғана бар. Алайда келешекте оған өзге де ықыласты жеке шаруа қожалықтарын қосу жоспарланып отыр. Округ әкімі мұндай үрдіс кешенді қолдауды қажет етеді деп есептейді. Жеке адам қаншалықты айналып келгенде бастайды шаруасын, бірақ қаржыға тіреледі ғой көп нәрсе. Әрі қарай өзінің идеясын жеткізе алмайды. Сондайда осындай үлкен СПК-лардың құрамында болып, сонымен бірігіп, мысалы біреу етті дайындап жатса, екінші жекене ЛПХ сүт дайындауда көмектесіп жатса, меніңше ол үлкен бір ауызбіршілікпен бір шаруа қожалықтың бір несі жолға қойылар еді. Өңір бойынша мақұлданған жобалардың ішінде оқ бойы озық тұрғандардың бірі Ерен еңбек ауыл шаруашылығы кооперативі. Бірлестік малды сою, өңдеу және бордақылау жұмыстарын қатар жүргізуді көздейді. Ауыл азаматтарын тың бастамаға ұйыстырған кооператив төрағасы 4 бірдей қосалқы шаруашылық иесін серіктестік құрамына қосып алған. Ауыл аманаты жобасы арқылы құны 30 миллион тұратын 80 бас боқашық семіртуге қою үшін біздер не бердік, заявка бердік. Енді Құдай қаласа соны комиссиямыздан барлығынан өтті, залогымызды салдық. Енді сол ақшаны түсуін күтіп отыр. Құдай қаласа сол түссе, біздер аткөріміз, площадкамыз дайын. Соған малдарымызды әкеліп ары қарай бордақымен айналысуға дайын тұр. Сол малдарды ары қарай сойып, оны халыққа жеткізу мақсатында біздер осыдан 1 жыл бұрын ауыл аманаты жобасымен мен мал сою бекетіне қаржы алған болатынмын. Сол қазір бітуге жақын қалды. Құдай қаласа осы айдың аяғы іске қосылады. Кейіпкеріміз ауыл тынысын ашқан жобаның еңбекке бел жастарға берері мол деп есептейді. Ауыл аманаты жобасын мен өзім айтар едім, қазақ жастарына үлкен қолдау деп. Өйткені бізде басында білген жоқпыз. Сосын жергілікті әкімдіктің өткізген елерімен, кеңестерімен, жиналыстардың арқасында біздер осылар хабардар болдық. Содан кейін бізге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келіп, мамандар, бас мамандар. Сондықтан біздер соған алуға икем білдірдік, документтеріміз жинадық, қағаздарымыз, құжаттарымыз түгендедік. Шүкір, қазір шаруамыз бірыңғайласып келе жатқандай деп айта аламын. Округ басшысы алдағы 5 жылда ауылды абаттандыруға, жаңа жұмыс орындары мен халыққа қызмет көрсету нысандарын ашуға, сондай-ақ ірі шаруашылықтардың әлеуетін толық пайдалануға басымдық беретінін айтады. Көздеген межеге жету үшін сауатты жоспарлау мен қаржы ресурстарын тиімді пайдалану да маңызды екенін атап өтті.